Шымкент қаласының бұрынғы әкімі Ғабидолла Әбдірахманов өзінің үстінен қылмыстық іс қозғалғаны туралы ақпаратқа пікірін білдірді. Әбдірахмановтың сөзінше, ол құқық қорғау органдарынан ешқандай хабарлама алмаған. Шынымды айтайын, ешқандай іс туралы білмеймін. Мені ешқайда шақырған жоқ. Бұл туралы айтпады да. Әлеуметтік желіде жазып жатқан мәлімет бос сандырақ. Бұл істерге менің қатысым жоқ. Мұның не үшін жасалғанын да білмеймін. Арыз жазған адам қарапайым кәсіпкер. Мен көптеген кәсіпкерлерді білемін, бірақ ол кісімен жұмыс жасамадым. Басқа қарым-қатынас жоқ. Әрине, мен 22 жыл мемлекеттік қызметте болдым. Мен бұл кәсіпкерлерді тек мемлекеттік қызметкер ретінде ғана білемін, дейді Әбдірахманов. Ол ауыр қылмыс жасады деп айыптаудың өзі ауыр қылмыс екенін мәлімдеді. Неге адамдар мұндай нәрсеге жол береді? Осы туралы жазған Казачков мырза менімен байланысқа шықпады. Тіпті бас прокуратурада кеше ақпараттың жалған екенін айтты. Бірақ олар тыңшылар емес, меніңше біреу тапсырыс берген. Алайда не үшін екенін бейхабармын, деп қосты ол. Ғабидолла Әбдірахманов қазір Астана қаласында тұратынын, кәсіппен шұғылданып бірнеше жобаны қолға алғанын айтты. Айта кету керек, бұған дейін Алматы полициясы Ғабидолла Әбдірахмановқа қатысты қылмыстық іс қозғалғанын растаған еді.